Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші капустаны 4 бұрышты етіп тураймыз. Яғни капустамыз жұмсақ жерлерін ғана алып, осылай турайтын боламыз. Турап болғанымыздан кейін 1 шай қасық тұзды салып, үстінен қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Капустамыздың беті суға толып тұру керек. Содан 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Сосын тауық етін 4 бұрышты етіп тураймыз. Тауық етіміз тек ет болу керек, сүйегі болмау керек. Осылай орташа 4 бұрышты етіп турап аламыз. Содан соң 1 штук пиязды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Пиязымызды турап болғаннан кейін жаңағы суға салып қойған капустамызды жақсылап сығып аламыз. Содан соң қызып тұрған табамызға 100 мл сұйық май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін үстіне тауықтың етін салып қуырамыз. Содан соң үстіне пиязды салып бір қуырып аламыз. Сосын 4 ас қасық немесе 3 ас қасық соя соусын салатын боламыз. Өздеріңіздің соя соустарыңызға байланысты. Мен 3 қасық салдым. 3 ас қасық соя соусын. Енді оны жақсылап араластырып, дымдап қоямын. Содан соң 2 бас қиярымызды турап аламыз. Оны да үлкен-үлкен етіп тураймыз. Қатты майда етіп турап жібермеңіздер. Қиярымыздан кейін қызанақты, яғни помидорды турап аламыз. Егер сіздердің помидорларыңыз үлкен болатын болса, 2 штукты турасаңыздар болады. Менде орташа болғандықтан 4 штук помидорды турап салдым. Оның үстінен салатный листья, 100 граммдай салатный листьяны осылай қолмен турап салатын боламыз. Содан кейін жаңағы капустамызды саламыз. Дайындап алған капустамызды салып болғаннан кейін тауық етін салатын боламыз. Тауық еті қатты ыстық болмау керек. Барлығын салып араластырамыз. Осылай араластырып болғаннан кейін дәмін көріп, тұзын, бұрышын көреміз. Егер тұз аз болатын болса, аздап тұз қосыңыздар. Егер де бұрыш қосқыларыңыз кезде, бұрышты да қосыңыздар. Мен аздап бұрыш қостым. Міне осымен салатымыз дайын болды. Осындай әдемі, дәмді әрі жылдам дайын болатын салат жасап көріңіздер міндетті түрде, және өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар. Рецепттерді жоғалтпау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.